Сәлем баршаңызға. Үйіңізде егер осындай нандар жерінбей қалып кеткен болса, сіздермен бірге сухарики дайындайтын боламыз. Ол үшін нанымызды осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Ыдысымызға саламыз. Мінекей бәрін турап алдық. Енді осының үстінен сладкий паприканы сеуіп, азырақ сұйық май құямыз. Екеуін жақсылап араластырып, табамызға саламыз. Қысып тұрған пешке қызартып алатын боламыз. Біздің сухарimiz пештен шықты.